Қазіргі уақытта теңгенің долларға шаққандағы нақты бағамы 1000 теңге 1 доллар болып тұр. Мұндай пікірді қазақстандық экономист маман Айдархан Құсайынов білдірді. Маманның айтуынша, теңгені 2 жыл бұрын босату керек еді. 2020 жылдың өзінде оның долларға шаққан бағамы қандай да бір сыртқы факторлар мен геосаясатқа қарамастан 500 теңгеден асып кету керек еді. Жасанды түрде теңгені ұстап тұру тек тұрақтылықтың көрінісін ғана жасайды, бірақ шын мәнінде экономикаға кері әсерін тигізеді дейді экономист. Ұлттық банктың интервенция арқылы ұлттық валютаны тежеу әрекетін қателік қана емес, тіпті ақымақтық деп санайтынын жеткізді. Тек соңғы жарты жылда бұған 3 миллиардқа жуық доллар, ал 2 жылдың ішінде 20 миллиардқа жуық қаржы жұмсалды. Теңге тежеу құрсауынан босаса, экономика аяққа тік тұра алады. Мемлекет өнімділікті арттыруға назар аударады, ал адамдар табыс табуға бет бұрады. Ал бұл өз кезегінде бүкіл экономиканың нығаюына келеді. Теңгені 1 доллар үшін 600, 700, 800 теңге бағамына жіберу керек. Ең дұрысы 1 доллар үшін 1000 теңге. Сол кезде ресейлік өнім өте қымбат болады. Сонда миллиондаған қазақстандық жұмыс істей бастайды. Үстел құрастыру, заттар тігу, тігін шеберханалар ашылады. Яғни біз шынымен валюта бағамын босатсақ, импорт қымбаттаса, адамдар жұмыс істей бастайды. Содан кейін ол тиімді болады дейді экономист. Құрметті көрермендер, айтылған деректерге қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Доллардың қымбаттағаны дұрыс па, әлде жасанды жолмен арзан тұрғаны дұрыс па? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.